Сәлеметсіздер ме, 3-ші сынып білім алушылары? Математика сабағына қош келдіңіздер. Мен Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Тұрыш ауылы Тұрыш мектеп балабақша кешені коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі Тасболатова Галия Ералиевна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы симметриялы және симметриялы емес жазық фигуралар. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты шеңбер мен дөңгелекті, олардың элементтерін бір-бірінен ажырату және атау, симметриялы және симметриялы емес жазық фигураларды айыра білу және оларды қоршаған ортадағы заттармен сәйкестендіру. Бүгінгі сабақтан күтілетін нәтиже: барлық оқушылар фигураны тең екі бөлікке бөле алады. Симметриялы және симметриялы емес жазық фигураларды айыра біледі. Оқушылардың басым бөлігі берілген сызбаға қарап симметриялы заттарды сала алады. Оның симметриялы екенін дәлелдейді. Кейбір оқушылар Active Spray программасының қаламымен кез келген фигура арқылы симметрия өсін жүргізіп бере алады. Есептерді өз бетімен шығара алады. Балалар, мына суреттерге назар аударайықшы. Әртүрлі ою-өрнектермен безендірген. Егер осы суреттерді ортасынан бөлсе, әр бөлік туралы не айтуға болады? Қалай ойлайсыздар? Бүгінгі сабағымызда немен айналысамыз? Балалар, барлық фигуралар ортасынан бүктеген кезде де бір-біріне сәйкес келе ме? Кәне, соны анықтаймыз. Бүктеген кезде екеуі бір-біріне сәйкес келетін және келмейтін фигуралар да бар. Соны анықтайтын боламыз бүгінгі сабағымызда. Олай болса, олар қолдарыңызға дайын фигураларды алыңыздар. Ортасынан бүктеңіздер. Қай фигураны алмасақ та бүктегенде сәйкес келеді. Қалай ойлайсыздар балалар? Бұл барлық фигураларға тән қасиет пе? Біз мұндай фигуралар қалай аталатынын білетін боламыз. Сонымен барлық фигуралар ортасынан бүктеле ме? Соны тексеріп көрейік балалар. Бірінші есеп: қағаздан қиып алынған дөңгелек, шаршы, тік төртбұрышты тең екі бөлікке бүктеңдер. Жарты бөліктер туралы не айтуға болады балалар? Жарайсыңдар. Бүктеген кезде бір-біріне сәйкес келетін фигуралар симметриялы деп аталады. Симметриялы фигуралар ортасынан бөлгенде бір-біріне симметриялы екі жарты бөліктен тұрады. Бұл симметрия өсі деп аталады. Симметрия адамзаттың сан ғасырлар бойы сәндікті жетілдіру үшін ашуға әрекет еткен ұсынысы болып келеді. Симметрия грек сөзінен алынған үйлесім сөзі сияқты бірдей өлшемділікті белгілі бір реттілікпен орналасқан деген ұғымды білдіреді. Жарайсыңдар оқушылар, келесі шеберлік әдісіне кезек берейік. Екінші есеп: симметриялы фигураларды және ою-өрнектерді ата. Балалар, кез келген фигураларды алайық. Оларды бүктеу арқылы симметрия өсін табайықшы. Кәне балалар, кім қандай фигураны алды екен? Жарайды оқушылар, бүгінгі сабағымызда кез келген фигураның симметрия өсін табуды үйрендік. Әрі қарай үшінші есеп: оқытудың тәжірибелік әдісіне кезек берелік. Балалар, суреттерге назар аударайық. Оюдың қағазға түсірілген үлгілері берілген. Сол үлгілерге қарап, қағазды бүктеу арқылы оюды қиып алайықшы балалар. Балалар, кәне, қандай ою шықты? Жарайсыңдар. Осы ою туралы не айтасыңдар? Келесі оқулықтың 34-ші бетіндегі 4-ші есеп А пунктіне назар аударайық. Ою-өрнек жасау үшін 9 метрлік 5 бума тоқымабау және тағы 20 метр тоқымабау сатып алынды. Барлығы қанша метр тоқымабау сатып алынды? Бұл есепті шығару үшін есептің шартын құрамыз. Бізге белгілі 9 метрлік 5 бума тоқымабау және сатып алынды 20 метр тоқымабау. Сұрағы: қанша метр тоқымабау сатып алынды? 5 бума тоқымабаудың ұзындығын табамыз. 9 көбейту 5. Көбейтудің мәні қаншаға тең балалар? Жарайсыңдар. 45-ке тең екен. Бұл
45 5 бума тоқыма баудың ұзындығы екен. Енді сол 45-ке 20-ны қосамыз. Қосындының мәні нешеге тең балалар? Дұрыс айтасыңдар, 65-ке тең екен. Жарайсыңдар, сонда барлығы 65 метр тоқыма бау сатып алынды. Балалар, ары қарай есепті өз беттеріңмен шығарып көріңдер. Оқушылар, оқулықтағы 6-шы тапсырмаға қарайықшы. Суреттен симметриялы заттарды табыңдар. Қандай симметриялы нәрселерді көрдіңіздер? Дұрыс, жарайсыңдар балалар. Олай болса, парақты ортасынан бүктеп, симметриялы сурет қиып алыңдар. Қиған суретіңнің симметриялы екендігін дәлелдеп көрші. Оқушылар, мына суреттерге назар аударайықшы. Суреттен қазақтың ою-өрнектерін көріп отырсыңдар. Бұл оюларды күнделікті қолданып жүрген тұрмыстық бұйымдардан көріп жүрсіңдер ғой. Бұларды кімдер жасайды? Өте дұрыс балалар. Бұл әртүрлі ою-өрнек үлгілерін жасаушы қазақ ою-өрнегінің шеберін оюшы деп атайды екен балалар. Балалар, бүгінгі сабағымызда қағазды симметриялы етіп бүктеуді үйрендік. Сол бүктеу үлгілері бойынша берілген ою-өрнектерді жасап көріңдер. Бүгінгі сабағымыздың бекіту сұрақтары. Балалар, біз бүгін қандай тақырып өттік? Қандай заттар симметриялы болады екен? Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабағымызға жақсы қатыстыңыздар. Әрі қарай өзіңді бүгінгі сабақта қай сатыда тұрмын деп санайсыңдар? Табыс баспалдағына қолдарыңыздағы стикерлерді жабыстыра қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыз сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Қош сау болыңыздар балалар.